Бірінші тапсырма фотоэффект құбылысы. Металға жарық түскен кезде жарық әсерінен металл бетінен электрондардың ұшып шығу құбылысы фотоэффект құбылысы деп аталады. Екінші тапсырма Нептуний элементін 2 рет альфа, 2 рет бета ыдыраудан кейін қандай элемент пайда болатын анықтаңыз. Массалық саны 237, протон саны 93-ке тең. Бірінші 2 рет альфа ыдырау деп тұр, 2 деп көбейтіп жазамыз. Альфа ол гелий ядросы, массалық саны 4, протон саны 2-ге тең. Осы жерде бөлініп шығатын элементті анықтаймыз. Ол үшін мына 4-ті 2-ге көбейтеміз, массалық саны 8 болып тұр, 237-тен азайтамыз. Сонда 229 болады екен массалық саны. Ал протон саны 2-ге 2-ні көбейтеміз, 4, 93-тен 4-ті азайтамыз, 89. 89-шы орналасқан элемент актиний екен. 2 альфа ыдыраудан кейін пайда болған элемент актиний. Енді 2 рет бета ыдырауды қарастырамыз. Ол үшін пайда болған элементті аламыз. Массалық саны 229, реттік номері 89, 2 көбейтілген электрон. 2-ге 0-ді көбейтсек 0, массалық саны өзгермейді. Минус 2, 89-дан азайтатын болса, ол минус болғандықтан қосылып кетеді. Сонда 89-ға 2-ні қоссақ, 91. 91-ші элемент протактиний екен. 2 альфа ыдыраудан кейін пайда болған актиний. 229, реттік номері 89. Ал 2 альфа ыдыраудан кейін пайда болған элемент, массалық саны 229-да, реттік номері 91, протактиний екен. Үшінші тапсырма радий элементінің үлгісі альфа, бета және гамма сәулелерді шығарады. 5-те бірінші суретте бұл радиоактивті сәулелердің магнит өрісіндегі траекториялары көрсетілген. Осы суреттегі тіктөрт бұрыштардың ішіне радиоактивті сәулелердің атын жазыңыз. Альфа, гамма, бета. Төртінші тапсырма литийді толқын ұзындығы 100 нанометр жарықпен сәулелендірген. Литий үшін шығу жұмысы 1 электрон вольт. Планк тұрақтысы жарық жылдамдығы электронның массасы берілген. А нұсқасы фотоэлектронның кинетикалық энергиясын есептеңіз. Б нұсқасы фотоэлектронның жылдамдығын табыңыз. С нұсқасы литий үшін фотоэффектінің қызыл шекарасын анықтаңыз. Максимал толқын ұзындығын анықтаймыз. ХБЖ-ға келтіріп алайық. 100 нанометр ол 100 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі метр. Мына электрон вольтты джоульге айналдыруымыз керек. Ол үшін 1-ді 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесіне көбейтеміз. Сонда 1,6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі джоуль болады. А нұсқасы бойынша кинетикалық энергиясын табамыз. Эйнштейн формуласын жазамыз. Фотон энергиясы тең шығу жұмысы қосылған кинетикалық энергия. Осы формуланы түрлендіріп, мына кинетикалық энергияны тауып алатын болсақ, фотон энергиясынан шығу жұмысын азайтамыз. Ал фотон энергиясын ашып жазатын болсақ, Hc бөлінген толқын ұзындығы. Одан азайтамыз шығу жұмысын. Енді бұл нұсқасы бойынша жылдамдықты табамыз. Кинетикалық энергияның формуласын жазып, бұл жерде масса электронның массасы mv квадрат бөлінген 2. Енді осы формуладан жылдамдықты табатын болсақ, квадрат болғандықтан
қалған мәндер түбірге алынады. 2 көбейтілген кинетикалық энергия бөлінген масса. Максимал толқын ұзындығы шығу жұмысы H бөлінген максимал толқын ұзындығы. Осы формуланы түрлендіріп, максимал толқын ұзындығын тауып аламыз. H бөлінген шығу жұмысы. А нұсқасы бойынша есептейміз. Кинетикалық энергия тең. Мына жерде Планк тұрақтысы 6,63 көбейтілген 10⁻34 дәрежесі. Өлшем бірліктерін жазып отырамыз, қалдырмай. Көбейтеміз жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10⁸ дәрежесі. Бөлінген толқын ұзындығы 100 көбейтілген 10⁻9 дәрежесі азайтылған. Шығу жұмысы 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Мына жерде 6,163-ті 3-ке көбейтіп 100-ге бөлгенімізде 0,10 1989 көбейтілген 10-ның, мына жерде -34 дәреже мен 8 дәреже алынады, одан -9 дәреже алынады. Сонда 10⁻17 дәрежесі болады. Азайтылған 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Екеуінде 19 дәрежеге келтіріп алайық. Ол үшін 1-2 орын жылжытамыз. 19,189 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі болады. Азайтылған 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Тең 18,129 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі джоуль. Келесі В нұсқасында жылдамдықты табуымыз керек. Түбірде 2 көбейтілген кинетикалық энергияны таптық. 18,129 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Электронның массасы 9,1 көбейтілген 10⁻31 дәрежесі. Тең 2-ні 18,129-ға көбейтіп 9,1-ге бөлеміз. Сонда 4 көбейтілген 10⁻12 дәрежесі болады. 4-тен түбірден 2 шығады, көбейтілген 10⁻12 дәреженің жартысы 6 дәреже шығады, метр секунд. Соңғы С нұсқасы максимал толқын ұзындықты табамыз. 6,163 көбейтілген 10⁻34 дәрежесін көбейтеміз жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10⁻8 дәрежесі. Бөлінген шығу жұмысы 1,6 көбейтілген 10⁻19 дәрежесі. Тең 6,63-ті 3-ке көбейтіп 1,6-ға бөлген кезімізде 12,143 көбейтілген 10⁻34 дәрежеден 8 дәреже алынады. Одан және 19 дәрежені алып тастаймыз. Сонда 10⁻7 дәрежесі қалады. Метр. Немесе 1-2 орын жылжытып 1243 деп алатын болсақ, 10⁻9 дәрежесі болады. 1243 нанометр. 5-ші тапсырма. Қуаты 0,1 киловатт жарық көзі 1 секундта 2 көбейтілген 10⁻20 дәрежесі фотон шығарады. Сәуленің орташа толқын ұзындығы қандай? Қобыжыға келтіріп алайық. 0,1 көбейтілген 10⁻3 дәрежесі. Кило деген 10⁻3 дәрежесі ватт. Формуласы қуат көбейтілген уақыт тең болады NH бөлінген толқын ұзындығы. Осы формуладан толқын ұзындығын тауып аламыз. Тең NH
бөлінген қуат көбейтілген уақыт. Фотон саны 2 көбейтілген 10-ның 20 дәрежесі, көбейтілген Планк тұрақтысы 6,100-ден 63 көбейтілген 10-ның -34 дәрежесі, көбейтілген жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Қуат 0,1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, оны көбейтеміз, уақыт 1 секундқа тең. 2 көбейтілген 6,63 көбейтілген 3 бөлінген 0,1. 397,8 көбейтілген 10-ның -9 дәрежесі метр, немесе 397,8 нанометр. Оқушылар, осымен 9-шы сыныпқа арналған БЖВ талдау сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.